Так, достар, бұл видео Wildberries туралы. Барлықтар сескен шығарсыздар, қазір барахолкада да, көшеден арасында да Wildberries дегенде өте көп. Бірақ ол Wildberries деген не, күшкі кухнясы қандай, қалай айналысу керек, сол туралы бүгінгі видео. Бір күнім осы Wildberriesке арналады. Товар алам, товарды апарам. Сол, қызық болса көріңіздер. Ал заттардың барлығын біз Алматыдағы емес, Қазақстандағы емес, мүмкін Орта Азиядағы ең үлкен базардан алам. Ол барахолка. Так, бірінші точка. Басынан съемкасын. Бірінші точка оптовка. Оптовка мына. Қазір сайт алып отыр маған. Сайт берсе қазір Ресейде жоқ. Соны аламыз да жібереміз. Бірінші точка кетті қазанмен. Қазіргі зақым ол Алатау 2 базарында ойыншықтар. Мен ойыншықтар түскен бүгінге. Ал мені жайлап заттарымды толтырып жатырмын. Барахолкадан аласын барлығын. Кей заттар менде әлі үйде бар. Көбісін алып қойғам мен бірден. Кстати, осымен айналыс үшін арнайы осындай көлік алғам. Товар таситын. Енді қазіргі түрі кішкене кір болып тұр, оған қарамай қойыңыздар. Бастысы товар тасығанға ыңғайлы. Өте қалаға аз жейді бензин. Так, достар, міне дайын товар. Менде білмеймін, неге екен білмеймін, бірақ маған упаковкаға көп уақыт кетеді. Үлкен товар болғандықтан ба, өзім де андай кішкене не қылам ба, көп упаковкадан ба сондай. Міне менде ойыншық, ойыншық. Соны көрдіңіздер ме? 3 қабаттап, кейде 2 қабаттап орайым. Сыртына стекло деп жабыстырамын. Міндетті түрде QR код сыртында да және міне ішінде де бар, міне. Ішінде де болады. Поставкасы QR сыртына да жабыстырам, баркодын, штрих кодын да осылай жабыстырам. Міне, готовый товар осы. Осыны тапсырам. Осылай енді өздеріңіз үшін жақсылап орау керексіздер. Бұл 1000 километрден көп уақыт жүреді, мысалы, алыс қашықтық жүреді. Оны лақтырады, оның үстіне заттар қояды. Сондықтан өзіңіз үшін ғана аямаймын. Скотчты да осындай. Кстати, осындай алып алғам. Қазір осындай барахолка таппай жүр екен. Кім білет, қай жерде айтып жеріңіздерші. Осыны орап атсам, өйстіп. Көбісі келіп, маған қайдан сатып алдым, қайдан сатып алуға болады, өте ыңғайлы екен деп. Жық деп тез орап тастауға болады. Кейде өйстіп, прям көшеде барахолканың парковкасында орай берем. Кейде өзімнің магазиніме барып, сол жерде ораймын. Барахолка қазір хит деп айтсам болады. Әсіресе ана жақта орналасқан Ялан, Байсаттар, пробка оған жету үшін қазір сұмдық. Сол бүкіл қаладағы пробка менің ойымша осы жерден басталады сияқты бар ғой. Қайнар көзі осы жерде. Міне пробканың барлығы осы жақтан басталады ғой. Осы жерде қаш, Рысқұлова бойы. Мен ойымша мынау парковка бітпегенше осы жердің барлығы пробка болып тұра береді. Және де мынау пробкада тұрғандардың жартысы Wildberrieспен айналысатын адам сияқты. Бәрі осы мынау Байсатқа, ана жердегі Яланға келеді барлығы. Wildberriespен күш құдіреті осы деп ойлаймын. Қайнап жатқан тіршілік, сауда, атмосферасы ақшамен саситын базар ғой. Так, мынандай жерге келдік. Бұл мынандай Үрімші деген кафе. Ең қаладағы мықты лагман осы жерде деп айтады Қанеке. Как көреміз. Мощный сақтып тұр не қасан. Лазыру лагман. Ал міне азаннан шыққаннан енді үйтіп арасында өзім тірлігін бітірдім. Басқа жерге бардым, обед іштім деген сияқты. Тамақтанып алдым, намаз оқып алдым. Соның барлығымен міне кеш батып жатыр, кешке ескі атқа енді бара жатырмын.
Бұл склад қабылдау пункті, яғни салыстырмалы түрде айтсақ, бұл жақында ашылған. Бір ай болған шығар. Мына жақтан бірден фураларға тиіп, бірден Ресейге жетеді. Бұрынғы складты білетіндер білетін шығар, ол уақытта қандай очередь болатын, соңғы кездерде қандай бардак болатын, еске алудың өзі бір еске алғыңда келмейді. Қазір енді кішкене жұмыс дұрысталған сияқты, бірақ қабылдауы ақылы деп айтып жатыр. Міне заттың барлығы оралды, наклейкалар жабыстырылды. Есту складқа келіп тұр. Мына жақта склад. Есту қабылдап жатыр. Мынау қараңызшы, не сұмдық мынау. Өзіміз болсын, басқа кім істейді осы мусорларды лақтырып. Хотя арттарынан жинап кетсе болады. Яқа тастайсың да, кетесің. Үлкен склад осындай. Ал достар, осымен күн аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Көбісі сұрайды айтпақшы, Wildberrieспен басқа жұмыспен айналысып, өзімнің основной жұмысымен айналысып жүріп, айналысуға бола ма дейді. Енді өзіңіз көріңіз, негізден болады, үлгерге болады. Мен де сөйтем. Естіп көріңіз, арасында жүгіріп алынып, бүгінгі күнім тек Wildberriesке арналған болатын. Соның өзінде мен кеш батты, ораумен, барахолкаға баруымен, пробкалармен, енді Алматыда көбінесе ол пробкамен уақыт кетеді. Пробка болмаса, негізден жарты күнде-ақ бітіріп тастауға болар еді. Рахмет. Wildberrieспен айналысатын достыға жіберіңіздер, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар.